Біз қазір мына жерде бізде шығарып тастаған 1020 адам шығарып тастады. Біз ешқандай тарқағанымыз жоқ, әлі осында жүрміз. Бірақ негізі ақпараттардың бәрінде біз жайлы өтірік береді. Осыны қайсыр ақтаулада болсын, тіптен біздің алмаған ақшаны алды қалады. Мынау ақпараттардан өткенде 7-ші каналдан, мынау өткенде 7-ші каналда другие словами деген программада мына Сахим мырза біздің айтып жатыр. Олар 600 мың теңге сұрап жатыр дейді. Ұялмайды, қараған ел соны естіп отыр ғой. Қалай ертеңгі күннен ұялмайды, ертең мына өтірік айтып отырмын ғой дегенде. Осында қаншалықты соны өтірік айтқандерден прямо анау сөз естігенде біздің қанымыз қараяды. Неге өтірік айтасыз сонша? Бізде осы халықтың, осы Қазақстан азаматымыз ғой. Отанын сүйген, елін сүйген, тауын сүйген, жұмсағын сүйген деген сияқты. Сонша бізге бұлар неге жанымыз жейді? Неге өтірік айтады? Қандай нәрсе қалай болып жүр? Солай неге көрсетпейді? Білдіңіз бе? Бізде жаңағы қазір осы жүргенімізге жүрген 4 айдан асты. Біздің талабымыз орынды. Біздің алатын ақшамыз 80 мен 180 мың арасы. Біз жаңағы Сахиев айтқандай 600 мың теңге сұрап отқанымыз жоқ. Егер соның жарысын берген біз қойған, біздің өздері айтқанда 250 мың деді, 250 мың 450 мың болатын болса, соны берсін бізге. Ал Сахиев андай лағмасын, андай сөз аңым айтпасын. Егер сол сөзіне керек ортамызға жауап берсін. Біз ондай ақшаны сұрап отқанымыз жоқ 600 мың теңгені. Ол қайдан алып отқан мен білмеймін бұл ақшаны.